Саламатсыздар ма, балалар? Бүгінгі сабағымыз қысқаша көбейту формуласының көмегімен өрнектерді теңбе-тең түрлендіру. Бұл тақырыпты біз өткенде өткенбіз, енді осы тақырыпқа байланысты есептер шығарайық. Кітаптан 35-те 16 есепті көрейік. 35-те 16 есеп. Яғни бізде айтады, бірінші 4х куб азайтылған 1. Келесі жақшада 9х куб қосылған 5, азайтыл 6х куб азайтыл 1. Өрнектерді ықшамда дейді. Олай болатын болса, жақшаны көбейтіп ашайық. Бірінші жақшада 4х кубты 9х кубқа көбейтеміз. 36х 6 дәрежелі, 4х кубты 5-ке көбейтеміз. Қосу 20х куб. Енді минус 1-ді 9х кубқа көбейтеміз. Минус 9х куб. Минус 1-ді 5-ке көбейтеміз. Минус 5. Яғни бірінші жақшаны көбейтіп болдық. Келесі, екі өрнектің айырмасының квадраты. Олай болса, жақшаны ашайық. Және бұл жерде балалар білесіздер, жақшаның алдында минус таңба болса, жақша ішіндегі таңба өзгереді. Олай болса, 36-ның квадраты 36х-тің 6 дәрежесі. Екі еселейміз, таңба минус, мына минуспен плюс болады. 12х куб минус 1 болады. Мына біздің есебіміз өрнектерді жақшаны аштық. Енді 36х куб пен 36х-тің 6 дәрежесі екеуі жойылып кетеді. Бұл жерде қалады бізде 20х куб, ұқсас мүшелерін біріктіреміз. Екеуін қоссақ 32х куб, одан жақсы 20х кубтан 9х кубты алайық. 11х куб, 11х кубқа 12-ні қосайық, сонда 23х куб болады. Азайтылған минус 5, минус 1, минус 6 болады. Мұны біздің бірінші өрнегімізді ықшамдадық. Осының тағы біреуін көрсетейік, үшіншісін көрсетейік енді. Х-тің 7 дәрежесі жақша ішінде, азайту 3, жақша жабылған. Келесі, х-тің 7 дәрежесі қосылған 7, азайту келесі жақшада х-тің 7 дәрежесі қосу 2-ның квадраты. Жақшысы. Енді жақшаны қарайық. Тағы да бірінші жақшаны көбейтіп ашамыз. Х-тің 14 дәрежесі. Х-тің 7 дәрежесін 7-ге көбейтеміз. Плюс 7х-тің 7 дәрежесі. Минус 3-ті х-тің 7 дәрежесіне көбейтеміз. Минус 3х-тің 7 дәрежесі. Минус 3-ті 7-ге көбейтеміз. Минус 21. Енді екі өрнектің қосындысының квадраттап ашамыз, және жақшаның алдындағы минус таңбамен жақша ішіндегі таңба өзгереді. Сонда х-тің 14 дәрежесі минус 4х-тің 7 дәрежесі минус 4 болды. Осы жерде жойылып кететін х-тің 14 дәрежесі мен х-тің 14 дәрежесі жойылып кетеді. Енді ұқсас мүшелерді біріктіреміз. Ол 7х-тің 7 дәрежесі, 3х-тің 7 дәрежесі және 4х-тің 7 дәрежесі. Сонда 7х-тің 7 дәрежесінен 3х-тің 7 дәрежесін алсақ 4х, ол мына 4х 7 дәрежемен тағы да жойылып кетеді. Сонда бізде минус 21 азайтылған 4 екеуі таңбасы минус 25-ке тең болады. Бұл біздің бір есебіміз. Енді осындай есепті сіздер үйде жақсылап қарайсыздар. 35-те 17-ші есеп, 35-те 17-ші есепті үйге аламыз. Жақсы, қош сау болыңыздар.